сәлеметсіздер ме? Мен Нұршуақ балабақшасы балапан тобының Оразханова Диляның әжесі боламын. Кішкентайларға қолөнерді көрсетуге келдім. Немерем екеуміз қазақтың қолөнерін батаға көрсету үшін алыша тоқу қолөнерін үйретіп көрсетуге келдім. Бүгінгі таңда халқымыздың ежелден желісі үзілмей келіп жеткен көне де ізгі дәстүр жас ұрпаққа ұлттық қолтаңбалы қолөнердің тұнығынан сусындатып, халық шеберлігінің ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан таңқаларлық тамаша шығармашылығымен таныстыра отырып, өнеге қанат қаққан шәкірттеріміздің шеберлік шыңына жетелеп, дұрыс бағыт сілтеу ұлттық қолөнер баулу басты мақсатымыз. Ертеде жүн өңдеу қазақ өнерінде бірінші орын алды. Киізден оюлаған төсеніштер, қабырғаға ілінген кілемдер, дорбалар, аяққаптар, әбдіре қап, қоржын, шабадан тағы да басқа бұйымдардың барлығы киізден жасалынған. Инемен тоқылатын кілемдер өте маңызды рөл атқарған. Оларды жерге төсеп, қабырғаға әшекейлейтін, көшіп қонып жүрген кездері түйенің үстіне кілем жабатын, кілемді жүннен тоқитын. Кілем тоқу тұрмыс қажеттілігіне байланысты халық қолөнеріне ертеректен белгілі, ел арасында кеңінен тараған дамыған өнер болып табылады. Қай уақытта да шебердің қолы ортақ деген емес пе? Кілем тоқу да, киіз басу да сияқты көршілер арасында ұйымшылдықпен, өзара көмекпен, қолқабыспен көрсетуінің арқасында тындырылған іс. Өйткені кілем тоқуға бастан аяқ 3-4 адам құруға, одан да көбірек адам қажет ететін жұмыстардың бірі болып табылады. Кілем тоқу тек өнер емес, баланы адал азамат, еңбекқорлық тұлға етіп қалыптастырылатын құнды құрал. Сондай-ақ ұлттық еңбек түрлеріне балалармен бірге жасап, олардың бойына тазалық, төзімділік, адалдық сияқты қасиеттерін дамытқан абзал.